Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен фунчоза салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жіңішке және ұзынша етіп туралған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміздің үстіне кішкене бір ас қасық соевый соус және де дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қызарып қуырылғаннан соң, астын жай қойып, бетін жауып, етіміз жұмсарғанша пісіріп алатын боламыз. Енді кезекте біз өзіміздің көкөністерімізді турайтын боламыз. Ең алдымен огурцымызды алып, жіңішке ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң өзіңіздің қалаған сары, қызыл немесе жасыл болгар бұрыштарын алып турап аламыз. Және де дәл солай етіп помидорымызды тураймыз. Екі тіше сарымсақ алып, оны да жіңішке етіп тураймыз. Сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Енді біз фунчозамызды алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 5-8 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей қыздар, біздің фунчозамыз дайын болды. Фунчозамызды ыстық судан алғаннан соң міндетті түрде салқын суға бір шайып алыңыздар. Фунчозаны қалауларыңызша кесіп қойсаңыздар болады. Содан соң ыдысымызға жаңа қуырылған пісіп шыққан етімізді саламыз, және де осы арнайы фунчозаға арналған чим-чим саламыз. Содан соң бір ас қасық соевый соусымызды құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қолдау білдіріп, пікір жазып, лайк басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.